Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге асқабақ қосылған пирог жасаймыз. Біздің пирогымыз осындай жұп-жұмсақ әрі өте дәмді болып шығады. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Сіздерге кез келген пирогты дайындауда қажет болатын кеңестермен бөлісетін боламын. Сонымен пирогымызды жасауға кірісейік. 300 грамм асқабақты өткіштің ең ұсақ тісінен өткіземіз. Егер асқабақ тым қатты болып, өткіштен өтпей тұрса, блендердің немесе ет тартқыштың көмегіне жүгінсеңіздер болады. Жарты стакан немесе 100 мл айранға жарты шай қасық ас содасын салып, араластырып 5 минутқа тындырып қоямыз. Айран үлкендеу ыдыста болғаны дұрыс, себебі ас содасын қосқанда айран көпіршіктеніп ұлғаяды. Құрғақ таза ыдысқа 2 жұмыртқа және 1 стакан қант салып миксермен араластырамыз. Қант толық еріп, жұмыртқа осылай көпіршіктенуі керек. Содан соң 1 стаканға толмаған көлемде өсімдік майын құйып және ас содасы қосылған осылай көпіршіктен дайын тұрған кефирді құйып араластырамыз. Достар, үйлеріңізде ас содасы табылмаса, жарты шай қасық ас содасының орнына 1 шай қасық разрыхлитель қолдансаңыздар болады. Сонымен електі алып 2 стакан ұн өлшеп салып електен өткіземіз. Содан соң жарты ас қасық корица салып араластырамыз. Егер сіздерге корицаның иісі немесе дәмі ұнамаса, қоспасаңыздар да болады. Дайын болған қамырдың үстіне өткіштен өткізілген асқабақты салып араластырамыз. Біздің қамырымыз осындай қоюлықта болуы керек. Диаметрі 22-23 см қалыпты алып, түбіне пергамент қағазын төсеп және қабырғасын сары маймен майлап, осылай дайын болған қамырды салып шығамыз. Пирогтың бетін өз қалауларыңыз бойынша кез келген дәнді себіп безендірсеңіздер болады. Ең бастысы дән құрғақ болуы керек. Әйтпесе пирогымыз көтерілмей қалады. Мен пирогтың бетін безендіру үшін күнбағыс пен асқабақтың дәнін және грек жаңғағын қолдандым. Пирогты 180 градус температурада қызып тұрған пеште 25-30 минут аралығында пісіріп аламыз. Пирогтың піскенін шпажканың көмегі арқылы тексерсеңіздер болады. Біздің пирогымыз да дайын. Пирог жасап жатқанда ескерілетін қағидалар: бүкіл қолданып жатқан ыдыстарыңыз және де миксер құрғақ, таза болуы керек. Егер ыдыстарыңызда бір тамшы су болатын болса, пирог жақсы көтерілмей қалады. Және де жұмыртқа мен қантты жақсылап көпіртіңіз. Ол пирогтың үлпілдек болуына әсерін тигізеді. Пирогтың қамыры сұйық болып қалмау керек. Видеода көрсетілгендей қоюлықта болсын. Және де пирогты духовкаға салып жатқанда, духовка міндетті түрде қызыған болуы керек. Және де пирогты духовкаға салған соң 20-25 минут аралығында духовканың аузын ашпаңыз. Егер ашатын болсаңыз, духовканың ішіндегі температура төмендеп, пирогыңыз дұрыс көтерілмей қалуы мүмкін. Кез келген пирогты пісіргенде осы қарапайым қағидаларды ескеріңіз. Бізбен бірге болғандарыңыз үшін алғысым шексіз. Егер видео қызықты әрі пайдалы болған болса, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазып қалдырыңыздар. Мен міндетті түрде жауап беретін боламын. Келесі кездескенше.